Жарғанат неге түнді шат? Күндердің бір күнінде құстардың әміршісі Сүлеймен патша барша құстарды жинап алып былай депті: мен қартайдым, жамбасыма жұмсақ төсек керек. Барша құстарға айтарым, маған бір талдан мамықтарыңнан жұлып беріңдер. Содан төсек жасаймын депті. Патшаның тілегін естіген құстардың бәрі бір тал мамық жүнін жұлып беріпті. Сонда Жарғанат құлшынып, Сүлеймен патшаға бір тал жүнімізді бергеніміз ұят емес пе деп, өзінің бойындағы барлық әдемі мамығын түгел жұлып беріпті. Өзінің денесі тықыр жарғаққа айналып қалыпты. Сүлеймен патша Жарғанаттың бұл жан қиярлығын көрген соң, сен Жарғанат құстардың алды бол деп бата беріпті. Алайда патша қанша ризашылығын білдірсе де, терең ойға шомып ұзақ отырыпты. Апырмай, жап-жалаңаш тып-тықыр бұл байқұсқа енді басқа құстар күліп мазақтап жүрер ме екен дейді. Осы азаптан құтқармақ болған патша Жарғанатты шақырып алып ақылын айтыпты. Жарғанат, сен бұдан бұлай түнде ғана ұшсаң қайтеді? Құс пен адам баласы күндіз сенің мына сыйқыңды көрмейтін болса қайтеді дейді. Жарғанат өз патшасының айтқанын бұлжытпай орындапты. Содан бермен қарай тек күн батып, қараңғылық түскенде құс ұясына қонақтап, адамдар үйлеріне кіріп кеткенде ғана Жарғанат ұшып жүретін болыпты.